Алматы экономикалық, құқықтық және педагогикалық колледжінде ұстаздық қызмет атқарып жүргеніме 2 жылдан астам уақыт өтті. Еңбек жолымды университет оқытушысы болып бастасам да, журналистика мен тілді қатар алып келе жатқан маман ретінде өзімді қазақ тілінің бірден бір жанашыры, адал маманы деп білемін. Сонау Алматы облысы тілдер басқармасына қарасты тіл оқу-әдістемелік орталығының меңгерушісі болып қызмет атқарған жылдарында да, қазір де осы қазақ тіліміздің ақ туын қолға алып қазақша үйренемін деген барша адамға тілімізді дәріптеп үйрету жолында келемін. Осы колледж қабырғасында орыс тілді топтарға дәріс беру барысында дәстүрлі әдістен бастап жаңа инновациялық әдістерге дейін пайдаланамын. Ал оған көмекке келетін негізгі 2 оқулық бар. Оның біреуі қазақ тілін екінші немесе шет тіл ретінде меңгерудің базалық А1, А2 деңгейіне және Б1 деңгейіне бастапқы кезеңінде арналып жазылған Гүлбағиза Мұсаева деген автордың қазақ тілі шет тіл ретінде деген кітабы болса, тағы бірі мына қолымдағы 2008 жылы ассамблеяның көмегімен басылып шыққан оқу-әдістемелік кітабы. Осы 2 оқулық менің негізгі көмекші құралдарым болып табылады. Жалпы сабақ өту барысында балаларды барынша қызықтыруға тырысам, сабақты жандандырып, тірілей беруді жөн көремін. Арасында тіпті ынталандырып, пән аясында олимпиадаларда өткізіп тұрамын. Бұл жерде орыс тобы және тобынан жеке-жеке марапатталынады. Бірінші қазақ тобынан олимпиададан бірінші орын алған үшін Мауленов Алижан. Әдістерден де біраз әдістерді өзімнің кейсіме енгізгенмін. Сонымен қатар балалардың қазақша сөйлеуіне жете көбірек мән береміз. Өйткені қазақ тілінде амандасудан бастап қазақ тілінде өзіндік ойларын жеткізуі, сөйлем құрауларына өте үлкен мән береміз. Осы 2 жылдың ішінде біраз балалардың қазақ тілінде таза сөйлеуіне өзім тікелей әсер еттім деп айта аламын. Я зовут Фатхулла. Я таджик. Мен қазақ тілінде жақсы білемін. Қазақ тілінде жақсы көремін. Мен Агададаева Назова. Ұлтым Ақсқа түрк. Қазақ тіліне мен біраз нәрсе еңгердім. Мұғалімдеріміздің арқасында білім алып, ары қарай дамыдым. Қазақ тілі ең бай, ең керемет тіл. Қазақ тілі аса бай тіл, икемді тіл. Қалай естен солай еле береді. Бұл тілден май тамады десе де сияр. Ғашықпын қазақ тіліне. Осындай майда сұлу тілді қалай үйренуге болады? Меня зовут Мадосова Данила. Я ученица этого колледжа, обучаюсь казахскому языку. Я родом из России. По нации я якутка, росла все время в Якутии. Мне очень нравится казахский язык и его обучение. Мен қазақша сөйлеймін.